Тоңазытқышты ашып қарасам, әсіптен қалған бауыр мен күріш бар екен. Обал болмасын деп гумма жасадым. Табаға жылы су, шекер, дрожж салып араластырып аласыздар. Артынан тұз, ұн салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аласыздар. Қамырды 3-4 сағатқа ашытып қоясыздар. Қызып тұрған табаға майды құйып, бауыр, пияз салып, жақсылап қуырып аласыздар. Артынан піскен күрішті салып жібересіздер. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, кориандр салып жібересіздер. Қамырларды дөңгелетіп бөліктерге бөліп аласыздар. Қамырды дөңгелетіп жайып, ішіне начинканы салып, әдемілеп тұрып түйіп аласыздар. Қызып тұрған майға пирожкилерімізді пісіріп аламыз. Енді соусын жасаймыз. Пияз, чеснок, кетчуп, петрушка және тұз, қызыл бұрыш, су салып, блендермен соусын жасап аламыз. Гумма пирожки дайын болды. Оны соуспен бірге жесеңіз, дәмі керемет болады. Ас болсын.